Мен бұл кітапты сыйлық ретінде баршамыздың атымыздан бақытгүлге табыстағым келеді. Қазақ болсаң алғашқы сайына белсене қатысқан шүгерінде, себебі осыдан 4 ең алғаш ұйытқы болған осы баспасөз кейікте бастаған осы бақытгүл болатын, көп біле беруі мүмкін. Бақытгүл, көп рахмет сізге. Бізде аударма қызметіне өте көп көмектескен Нұрғиса Атбековке қазақ болсаң алғашқы сайына белсене қатысқан үшін осы құрылтайға Германиядан арнайы келген Сағын Қалдыбековке, Арша Торан қазақ богатырасының атасы белсене қатысқан үшін, Монғолиядан келіп жаңа Есенгүл апаймен Асхатқа өзінің сыйлығын беріп жатқан Жанарбек ағамызға, блогерлікте кейде сайтын жасауға көп жөнімізге Садық Шерімбекке Қаратақал, Англияның Лондон қаласынан келіп осы қазнетті дамытуға үлес қосып жүрген, біздің блогкемпке үлкен үлес қосқан Саттарға, осындағы барлық жұмыс үйлестірген таймкиперді басқарған, отымен бір күзмен шыққан Фатике Ернар Бекенов, Түркиядан келген бауырымыз Батырға, блогкам KZ-дің болуына үлес қосқан, оның KZ сайт жүрген бізде барлығын дамытуға насихаттан қуанышқа Батыр. Жапонияда жүріп қазақ блогын насихаттап жүрген Жаннаға 6 градус. Осында сіздерге шай берген, май берген, наурыз көже берген, пирожный берген, бүкіл көкөмекті ұйымдастырған, балдырған, салтанатқан үлкен алғыс. Бальзаминка дейді, Гүлшатқа. Бәрімді тіркеген, бөтегі жоқтарды ұрысып, ешкімге кіргізбеген, үлкен жұмыс атқарған Анар Мұстайдинаға, Ақжеге көрсін кезінде. Мақпал Шахистамоваға. Мақпал қайдасың? Біздің үстімдегі блогамның болуына көптен-көп жәрдемдескен, қаламды жасауға жәрдемдескен, блокнотты жасаған біздің Айжан Құлмахамбетоваға, Айкона, қайда? Жалпы біздің бүгінгі блог құрылтайдың барлық дизайн жұмыстарын жүзеге асырған Айда Қалиеваға. Басында біздің бірге бастап сосын Бішкекке кетіп ауырып қалған Қисыққа, Дінмұхамед Димаш, рахмет саған. Қазіргі таңдағы ең үздік блогшыларымыздың бірі, Астанадағы блогшыларды осы жерге алып келіп, үйлестіру жұмыстарына белсене араласқан Өркен Кенжебекке. Өркен. Жаңа медиа саласында ағылшын тілді эксперттің жұмысын, ол көзге көрмейтін сондай кілтипан жұмысты хат жазуға көп көмектескен, ағылшын тіліне аударуға көмектескен Мұхтар Теңгірбайға, Қазақ депутаттарының арасында ең бірінші болып, өзінің жеке блогын ашқан Мұрат Абеновке ол іске беріп жібереміз. сонау семейден блог құрылтай болады деген сөз шығартасымен болды, мен келем көмектесем, не істеу керек деп бірінші жетпеген тобыртаға өте алды. Жалғас Ертайға осы жерде үйлестіру жұмыстарына көп көмек көрсеткен. Біздің осындағы барлық іс-шараны орысқа ауыстырып жеткізуге көмектескен, барлық құрылтайдың жұмысын орыс тіліне аударған, пескиз әзірлеуге көмектескен Әлия Сембайға, бізде сонау солтүстік өңірден ең алғаш осы блогкам болады деген кезде маған қайта звондамады, ағай не болады, қашан келем, қағаз жазып беріп бүйтіңіз. Айжан Байтанова келгенге көп рахмет.
Қостанай келген. Бүгін мистер Тим Кокстың шеберлік сыныбында аудармашылық жұмыс атқарған. Талғат Байназаровқа. Осының кеше Астаға болған бізде, Конькиге барған сендерді, осында қанша күн 2 айдан бері біз ұрыстық бар төбелестік пе Ербол екеуміз жұмыс. Ербол ереке сізге. Сіздер болды ғой деймін, иә? Асхатты ұмытып кетпейік. Асхатқа осы блок құрылтайдың өтуі бірден бір Асхаттың еңбегі. Бұл соңғы бір сертификатымыз қалды Эльвираға. Эльвира Аспазова келмеді. Бұл деген кімге бұндай қағаз берілмеді, ол үлес қоспады деген сөзіміз айтылмай қалған кісілер өте көп. Бәріне ризамыз. Білесіздер, біз ұйымдастырушы емеспіз. Біз шын айтқанда бұның барлығы болуы тікелей әрқайсының түсіністік танытуына, сабыр сақтауына соған байланысты болды. Блокқа той емес, айтып ешкім шақырмаймыз, әркім өзінің үлесін қосты. Содан бәріне қағаз негізі берілу керек болатын, иә? Бірақ біздің шамамыз өкінішке қарай жетпей қалды, бірақ шын үлкен бәріңе өте үлкен алғысымды айтамыз. Осы отырғандар, ұйымдастырушылар, үйлестіруші. Келесі жылы блоккамп бұйырса, бізде үлкен сондай ой бар, арман бар. Оны біз Бурабайда өткізіміз келеді. Келесі жылы наурызда оның болуы тікелей әрқайсымызға байланысты. Қайттан немесе Астанада, сөйтіп блок құрылтайды біз келесі жылы не Астанада, не Бурабайда аршаттарға, өркендерге аманаттаймыз. Алматыдан Тоғжанға. Содан келесі жылы блок құрылтайда кездескенше аман болайық, сау болайық.